қайырлы күн. Бүгінгі мастер-класста мен сіздерге осы сыртқа киюге арналған тапочканың тоқылу жолын көрсететін боламын. Бізге осындай табан және жіп, крючок керек. Мендегі жіптің қағазы түсіп қалғандықтан нақты қандай жіп екенін айта алмай тұрмын. Бірақ мына жіп осындай лентаға ұқсайды. Ленточный жіпке келеді. Бірақ та аяқ киімді шелковый жіппен немесе басқа да қолдағы бар жіппен тоқи беруге болады. Ең алдымен осы табанның сыртқы жағынан өткізіп аламыз. Мына жерде мендегі табанда мына жердегі тесіктері өте сирек болғандықтан ол жерде мен осындай бігіздің көмегімен тесіп үлкейтіп шықтым, және де осындай тесіктер арасынан осындай тесіктер қосып шықтым. Крючоктың жіңішке жағымен істеуге де болады, бірақ мынау арасы тым жақын болмау керек, себебі мынау резина, қанша дегенмен де резина болғандықтан жыртылып кетуі, кеңейіп кетуі мүмкін. Аламыз. Спичканың көмегімен жіптің басын шамалы күйдіріп аламыз. Себебі мына басы яғни сөгіліп кетуі мүмкін. Менде бірінші яғни парында мына жерде мен 20 воздушный петля алғамын. Дәл екінші табанда да 20 воздушный петля аламын. Екі, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Қарсы беттегі тесігінен крючокты кіргізіп жіпімізді шығарып аламыз. Осы жерге мен маркермен қыстырамын. Мен осылай маркермен қыстырып қоямын. Міне бізде 20 орамсыз баған. Мына жердегі тесіктен шығарып алдық. Енді біз мына жерде мына табанда біз орамсыз бағандар тоқып шықтық, Сондай-ақ біз яғни воздушный петляның тек бір қырымен ғана тоқып, осында узор шығарған болатынбыз. Енді соның қалай жасалуын мына жерден көрсетіп жіберейін. Тартып аламыз. Мына жердегі бірінші бастапқы артылған жіппен және мына жіпті қосып тоқып жібереміз.
мына воздушный петляларымыз былайынан оң қарап тұр, иә. Енді осыны бұрып, мына жерде былай бұрған кезде бізде мынандай артқы жіптер, артқы бір жіптер тұрады. Осы жіптерден өткіземіз. Мына жердегі міне бірінші жіп. Тартамыз. Және бір өткіземіз. Тағы да мына жерде екінші жіптен кіргіземіз. Және мынау бізде жұмыс жібі ғой. Жұмыс жібін мына екі жіптің астынан алып шығамыз да мұны. Және крючоктағы бір жіптен алып, мына жердегі екі жіптен бірде өткіземіз. Кіргіземіз. Кіргіземіз. Екі жіптің астынан крючок жұмыс жібін тартып аламыз. Екеуінен бірде аламыз енді. Сонда байқасаңыздар, бізде мына бірінші қатардағы біздегі мына оңнан сонда табанның беткі жағына қарап тұрады. Яғни егерде біз мына жағынан алатын болсақ, онда біздің тапочкамыздың басы біркелкі емес, ирек әртүрлі ирек болып көрінетін еді. Біз тек артқы жіптен алғандықтан біздің тапочкамыздың алды біркелкі және тегіс түзу болып көрініп тұр. Және біздегі крючоктағы петлямызды алып, крючоктың өзінде тұрған жіптен шығарып аламыз. Және мына жақтағы екінші тесіктен кіргізіп, крючокты жұмыс жібін тартып аламыз. Енді келесі қатарда біз
мысалы домашний тапочка тоқыған кезде, кроссовка тоқыған кезде бізде екі тесіктен немесе екі жіптен қалдыратынбыз. Енді бұл жерде өзі кішкентай ғана жер болғандықтан ешқандай тесік қалдырмаймыз. Өзінің кейінгі тесігінен кіргізіп алып, жібімізді шығарып тоқи береміз. Бір рет іліп аламыз және алғашқы петлядан бастап тек мысалы мына жерде бізде ілмектер тұр ғой, осы ілмектердің тек бір артқы қабырғасынан ғана іліп тоқитын боламыз. Келесі қатарда да дәл осылай тоқимыз. Бізде мына жерде бізде мына екі қатарда да 20 орамсыз бағаннан болды. Енді келесі қатарда да бізде уже ол көбейе бастайды. Себебі біз бұл жерден тағы өзіміз қосымша петляны тоқимыз. Қосымша петляны мына жағынан емес, мына жағынан қосатын боламыз. Себебі мына тұс бізде аяғымыздың, яғни ішкі жағы. Яғни мына жерде бас бармақ тұратын болғандықтан, мына жақта аяқ үлкен де болады. Сол себепті мына жақ бізде үлкен болу керек, мына жағы уже пәс жақ болғандықтан, мына жағы сәл кішкене жіңішке болады.
біз міне петляны қалай қосамыз? Бізде мына жерде жаңа бірден мына жердегі яғни маркеріміз қыстырып тұрған петляны, яғни маркеріміз қыстырылып тұрған мына петляны қосып тоқ жерге. Енді оның алдында біз тура сол жерден мына жерінен біреу алып қосамыз. Біреу уже бізде бір петля қосылды. Енді маркердегі петляны аламыз. Bir, iki, üç, dört. 21. Мына жерде екеуі бізде 20 болды, мына үшінші қатар бізде 22 болды. То есть 21, мына екеуі 20, мына үшінші қатар 21 болды. Енді бізде келесі қатар 22 болу керек. Тағы да бір қатарын көрсетіп жіберейін. Bölüp alamız. Şimdi en albaşı petleden alıp мына біздегі мына петляның тек артқа қабырғасынан ғана алып тоқимыз.
яғни біз 4 қатарын тоқып болдық. Енді әрмен қарай 9 қатарын өзіміз аяқтайтын боламыз. Міне енді мына артылған жіпті арасынан бекітіп өткізіп тастаймыз. Көрінбейтіндей етіп, сонымен біздің тапочкамыз дайын болады. Егер де өз қалауларыңызша гүл немесе брошка немесе басқа да бір ою салуға да болады. Дегенмен де өзіме осы узормен осылай қалған ұнап тұр. Өте нығыздалып, әдемі болып тоқылды. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Қазақша YouTube каналының дамуына үлес қосып, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздердің әрқайсыларыңыздың пікірлеріңіз мен үшін маңызды.